Azze ve Celle Rabbimiz айтады: Ey адам баласы, қолында билігі барлардан қорқпа, қашан менің сұлтандығым барға дейін. Ал менің сұлтандығым ешқашан жоғалмайды. Ей адам баласы, ризық жетпей қалуынан қорқпа, себебі менің қазыналарым толы және ол ешқашан сарқылмайды. Ей адам баласы, сені ғибадат үшін жараттым, өміріңді босқа өткізбе. Мен ризығыңды дайындап, әрі оны сақтап қойдым, өзіңді шаршатпа. Дұрыс түсінбей қалмаңыздар, шаршатпа, ол өзіңді уайыммен қинамау. Денелер жұмыс істейді, жүректер тәуекел етеді. Денелер жұмыс істейді, ал жүрек тәуекел етеді. Сені құлшылық үшін жараттым, өзіңді ризықтың жетпей қалуымен шаршатпа. Айбындылығым және ұлылығымен ант етем. Бергеніме шүкіршілік етсең, жүрегіңмен тәніңді тыныштыққа бөлеймін, және алдымда мақтаулы боласың. Ал егер берген нәрсеме разы болмасаң, ұлылығым және айбындылығыммен ант етем. Дүниені саған әбігер қыламын. Ал сен жерде ентіккен жануардай тентірейтін боласың. Бірақ менің үлестіргеннен артығын таба алмайсың. Ей адам баласы, мен аспандар мен жерді жараттым, бұл маған қиын болған жоқ. Сені бір тілім нанмен қамтамасыз ету мені әурелесін бе? Ей адам баласы, менен ертеңгі күніңнің ризығын талап етпе. Мен сенен ертеңгі амалдарыңды сұрамағанымдай. Ей адам баласы, мен сені жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем, оған хақым бар. Ендеше мені де жақсы көрсеңші.